Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен испанский чизкейктің рецебімен бөлісемін. Каналға жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бізге 500 грамм көлемді творожный сыр керек. Орташа жылдамдықпен миксерлейміз. 150 грамм шекер қосып, барынша дұрыстап араластырып миксерлейміз орташа жылдамдықпен. ...350 грамм көлеміндегі сливкиімізді қосамыз, 33%. Және де баяу жылдамдықпен миксерлеуді жалғастырамыз. Барынша орташа жылдамдықпен миксерлеп, лопатканың көмегімен көмектесіп, шетіндегілерін ортаға түсіріп миксерлейміз. Жұмыртқаны бір-бірден, яғни жекелей қосып араластырамыз орташа жылдамдықпен. Мінекей, осылай әр жұмыртқаны жеке-жеке қосып, орташа жылдамдықты араластырамыз. Каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Инста парақшамды да белгілеп қойдым. Инста парақшаға да жазылып қойыңыздар, достар. Мінекей, осылай сұйық масса дайын болды. Мен 50 грамм ұн қосып араластырамын. Не болмаса 60 грамм кукурузный крахмал қоссаңыздар да болады. Жақсылап миксерлейміз. Мінекей, массамыз дайын. Формамызды дайындап, пісіруге дайындаймыз. Яғни мен 250 градуста 40-45 минутта пісіріп аламын. Менде диаметрі 18 форма дайындалды. 40-45 минутта пісіп шығады. Міне, біздің чизкейкіміз пісіп шықты. Суытып, холодильникке 1-2 сағатқа салып аламыз. Ал ас болсын, каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Қолдауларыңызға рахмет.